Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қонақ келгенде лезде жасалынатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ұнымызға морозильниктен шыққан сливочный майымызды үккіштен өткізіп отырып салатын боламыз. Осындай үгілмелі қамыр болып шығу керек. Енді осының үстіне қантымызды қосамыз да тағы да бір рет араластырамыз. Ендігі сметанамызды қосамыз. Сметананың проценті маңызды емес, 15-20% бола береді өз қалауларыңыз бойынша. Ең соңында жұмыртқамызды қосып, қамырды біріктіріп келейміз. Қамыр егер осы салмамен бірікпей жатса, сүт немесе су қосып елесеңіздер болады. Қамырымызды салафанға салып, холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағат өткеннен кейін холодильниктен шығарамыз, 2-ге бөліп, 1 жартысын қойып қоямыз. Енді ұн сеуіп, бірінші қамырымызды жақсылап, жұп-жұқа етіп жаятын боламыз. Мен 4 бұрышты противенға салатын боламын. Енді осы жайған қамырымызды көлеміне қарай кесіп шығатын боламын. Қамырымызды формамызға жақсылап орналастырамыз. Формамыздың астына пергамент міндетті түрде төсейміз. Және де жаңағы кесілген қамырымыздың жартысын осы жан жақтарына жабыстырып, видеодағыдай істеп шығамыз. Мінекей менің пирогымның астыңғы бөлігі дайын. Енді начинкасына көшеміз. Начинкасы творогымызға қантымызды, жұмыртқамызды және сметанамызды қосып, блендердің көмегімен езетін боламын. Блендер болмаса, творогты через сито арқылы езіп алуға болады. Неке осындай начинка болып шығу қажет, қатты езіп қажет емес. Енді осыны қамырымыздың бетіне жаямыз. Жақсылап түп-түзу етіп жайып шығамыз. Мінекей пирогымыздың басы дайын. Енді екінші қамырымыздың жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Барынша жұп-жұқа етіп жайып, осылай мен құсап видеодағыдай кесіп шығатын боламыз. Сіздер пирогтарыңыз беттерін өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Тіпті осы қамырды бірден үстіне жайсаңыздар да болады. Тіпті крошка етіп, теркадан өткізіп жатсаңыз да болады. Бары өз қалауларыңыз бойынша. Пирогым әсемделді. Енді осыны 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Пирогтарыңыз піссе, 2-3 сағаттай міндетті түрде суытып алыңыздар. Мінекей мен осымен сіздерге арналған қонақтың алдына салатын пирогым дайын. Рецептін ұнаса маған жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.